Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылары. Тікелей эфирде Ашық әкімдік Әсем Сартбаева мен жобасы. Біздің бүгінгі қонағымыз Мұнайлы ауданының әкімі Рахат Елтизаров. Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире Ашық әкімдік с Әсем Сартбаевой. Сегодняшний спикер нашего проекта Аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров. Не пропустите возможность подключиться к прямому эфиру и задать свои вопросы. Құрметті желі қолданушылары, тікелей эфирге қосылып, аудан әкіміне сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Рахат Тезекбайұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Енді Ашық әкімдік жобасы туралы естіп, көріп, біліп жатсыз деген ойдамын. Енді біздің жобамыздың негізгі мақсаты аудан келіп отырған әкімдерді халықпен тікелей байланысқа шығару, яғни желі қолданушылары тікелей өздерінің сұрақтарын қояды, бірден жаңағы жауапты, яғни өкілден өзінің жауабын алса деген оймен ашып отырған бағдарламамыз. Енді алғашқы сауал, кеше ғана өзіміз қуанып, Мұнайлы ауданында провизорлық орталық жабылды деп қуанышты жаңалықпен бөлісіп жатырмыз. Осыған қатысты айтып өтсеңіз. Рахмет. Біріншіден, құрметті маңғыстаулықтар, Мұнайлы ауданының тұрғындары, енді бүгін Ашық әкімдік бағдарламасына Әсем ханым сіз бізді шақырып, осындай халықпен тығыз қарым-қатынаста болу жөнінде өтініштеріңіз білдірдіңіздер. Біз құба-құп қабыл алдық. Енді Ашық әкімдік әрине мемлекет басшысының қазір бірден бір алға қойған халықпен қарым-қатынаста тікелей жұмыс жасау бағытында қазір әкімдерге, мемлекеттік органдарда жасайтын қызметте жүрген азаматтардың барлығына, яғни тікелей мемлекеттен жасалып жатқан істердің барлығын ашық айту, ашық бағдарлама жүргізу, көрсету, осы бағытта жүргізу қазір қолға алынып отыр. Біз бұған дейін де өзіміздің ауданның әлеуметтік желілерінде, Facebook дейміз, Instagram парақшаларымызда жасаған жұмыстарымызды, атқарған істерімізді, болайын деп жатқан болатын шаралардың барлығында көрсету жолында, істеу бағытында көрсетіп жатырмыз. Дегенмен де енді бұл бүгінгі бағдарламаның орны бөлек деп есептеймін. Өйткені бұл біз әлеуметтік желіде тек қана ауданның өзіміздің орталық Facebook немесе Instagram желілерінде шығаратын болсақ, қазір Ашық әкімдік біздің бүкіл барлық қоғамға істеп жатқан жұмыстарымызды, яғни болатын істерімізбен бөлісу бағытында жақсы игі істеп түсінеміз. Енді жаңағы қуанышты хабарға келетін болсақ, әрине өткен демалыста біз өзіміздің провизорлық орталықты, яғни қызметін жұмысын тоқтаттық. Өйткені онда қазір аудандағы, яғни емделуші, яғни ем алушы азаматтардың, яғни саны азайғаннан кейін жауып қазір енді былайғы бұрынғы өзі Маңғыстау 5 ауылындағы орталықты қазір бұрынғы жүйеге қостық. Қазір енді ПМСП деп айтамыз, адамдардың амбулаториялық емдерін қабылдау жұмыстарына қазір бүгінгі таңда ол жұмыстарға кірісіп кеттік. Енді ауданға келетін болсақ, бүгінгі таңда ауданда 173 мың халықтың саны бар. Яғни облысымызда ең үлкен ауданның бірі деп айтуымызға болады. Яғни аудан ашылған кезде аудан халқының саны 45 мыңмен ашылған. Енді бүгінгі таңда 173 мың болып отыр. Яғни бұл 3-4 есе халықтың санының өсуі. Енді халық көбейген жерде ең бірінші не болады? Ол жерде яғни сұрақтар көбейеді. Әлеуметтік сала бағытында, инфраструктура саласында. Яғни біз қазір аудан әкімдігі, мемлекеттік орган барлық шара нелерді, мәселелер шешіп тастадық деп айтпаймыз. Өйткені бар мәселелеріміз ішінде енді ауыл іштік жолдарымыз бар. Жаз мезгілінде мына әлеуметтік желілерде тұрғындардың көтеріп жатқан бірден бір мәселесі, яғни ауыз су мәселесіне қатысты, жол мәселесіне қатысты мәселелеріміз бар. Яғни енді оның барлығын кезең-кезеңмен жасап жатырмыз. Ең бірінші біздің ауылдың, облыстың тұрғындарымен түсіну керек деп есептеймін. Біз мемлекеттік орган, яғни бір нәрсені істердің алдында проектный-сметный документация, жобалық сметалық құжаттарды жасақтап, содан кейін яғни жергілікті бюджетке, содан кейін республикалық бюджетке ұсынып, сол арқылы қаржыны алып, кезең-кезеңмен жұмыстар жасаймыз. Енді істелген жұмыстарға келетін болсақ, қазір менде ауыл ішіндегі жолдар мәселесі, газ мәселесі, су мәселелерін қазір біз кезең-кезеңмен тартып келе жатырмыз. Яғни 2020 жылға қазір алатын болсақ, ауылың ел бесігін бағдарламасы бағытында Қызылтөбе ауыл іштік жолдарды
біздер қазір жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, яғни орташа жөндеу жұмысымен сол ауылдың ішіндегі. Сосын кезінде халықпен кездесу кезінде есептік кезеңдерде қойылған мына түнгі жарық шамдары бар, жаяу жүргінші жолдардың яғни қойған сұрақтар бойынша қазір біз сол ауылды бастап жұмыстарымызды жалғастырып жатырық. Енді ауданға мен әкім болып келгеннен кейін бірден бір сұрақ мен өзіміздің алдымызға қойған осы Қызылтөбе ауылы болды. Өйткені Қызылтөбе ауылы осы Мұнайлы ауданындағы былай айтқанда қара шаңырақ, яғни 45 жыл тарихы бар үлкен ауыл. Соның ішінде енді Қызылтөбе бір деп айтамыз. Қызылтөбенің өзінде көп ауыл іштік жолдарымыз, жаңа көше жарық шамдары, солардың бәрі енді не істелген, соны ескерген, солардың барлығын қазір жөндеу бағытында осы ауылым ел бесігім бағдарламасы арқылы біз қазір қаржы сұрап республикадан ақша бөлініп, қазір сол бойынша жұмыс жасақтап жатырмыз. Бұны да жылдың аяғына дейін бітіреміз. Енді жол картасы бағдарламасы аясында да қазір Баянды, Батыр ауылында, сосын Маңғыстаудан Баяндыға қарай жүретін, яғни тоқ желілерінің ескеруіне байланысты, енді Баянды ауылында бұрын 3000 үй болатын болса, қазір 8000-ға дейін үй бар. Яғни ол жаққа электр қуатының желісінің азаюы, үй көбейген сайын қуаттылығы азаяды. Соған байланысты қазір электр желілерінде сол күшейту бағытында тартып жатырмыз. Яғни онда қазір аяқтап қалдық. Құдай қаласа осы жақын арада іске қосып береміз. Баянды 3, Баянды 2 ауылдарында да бұған дейін де сұрақтар келіп туындады. Яғни ауыл ішіндегі кейбір үйлерге газ желілерінің жетпей қалу, оны да қазір біздер облыстық бюджеттен қазір қаржы бөлініп, жергілікті бюджеттен соның газ құбырларын тартып аяқтадық. Енді үйге қосу мәселелері бар, сол мәселелерін қосып жатырмыз. Рахат Тезекбайұлы, біз осы бағдарламаға алдын ала анонс аңдатпай береміз. Міне осындай күні Мұнайлы ауданының әкімі келеді, сұрақтарыңыз болса алдын ала қойсаңыздар болады, немесе тікелей эфирге кіріп қосылып қойсаңыздар болады деген болатынбыз. Енді жалпы Мұнайлы ауданына қарасты 7 ауылдық округ бар. Басқұдық, Батыр, Баянды, Дәулет, Қызылтөбе және Маңғыстау ауылдары. Негізінен енді келіп жатқан сұрақтардың дені асфальт жолға байланысты. Көбісін мазаландырып жатқан сұрақ мына Басқұдық көшелеріне асфальт қашан төсейсіздер дейді. Осыған қатысты тоқталып өтсеңіз. Ол әлеуметтік желіде көбіне қазір қойып жатыр. Атамекен, Басқұдық ауылдарында. Қазір Басқұдық ауылында біз проектный сметный документациясын жасадық. Яғни орталық көшені ең алдымен біз бітіріп алуымыз керек. Сол жерде қазір 3/2 шақырым бойынша Алтын Құрық дейтін компания жеңіп алып, қазір егерде Басқұдықтың тұрғындары болса өздері көріп жүрген болар. Светофордан мектепке, мешітке қарай шығатын жолдарға, сонымен қоса Қошқаратаға қарай бұрылыстағы сол көшелерге біз қазір асфальт жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни бұл проектный сметный документация арқылы жасаған. Қалған көшелер енді өздеріңіз білесіздер, Басқұдық ауылында бұрынғы дачный массивтен қалған саяжайдан. Сондықтан көшелердің тарлығына байланысты біз енді болашақта жасауды жөн көріп отырмыз. Орташа жөндеудің есебінен қазір мысалға Басқұдық Батыр ауылында қазір біз средний грейдер жолдарды сол секілді қазір осы жобалық сметалық құжаттарды жасақтап, Басқұдық кезең-кезеңмен осы ауылдың ел бесігі жол картасы бағдарламаны республикадан ақша бөлініп отырса, осы алдағы 21-22 жылдар осы ауылдарды біз жасағымыз келіп отыр. Бүгінгі таңда біздердің жасап жатқан, жаңа атап өттім, Қызылтөбе ауылында 18 көше жасалып жатыр. Баянды ауылын Құдай қаласа осы биыл толыққанды ауыл іштік жолдардың барын толық бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Яғни қаржысы толық бөлінген жағдайда енді республикадан осы қаржылар бөлінсе, Баянды ауылын біз толыққанды бітіреміз. Ал Маңғыстау ауылын өткен жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша толық аяқтадық. Негізгі көшелерді біз аяқтадық. Енді барлық көшені біз толық аяқтап шығу әрине оған мүмкіндік жоқ. Енді негізгі көшелердің, яғни айтамыз ғой, маршрут жүретін, сосын орталықтандырған көшелерді, солардың барлығын толыққанды аяқтаймыз деп біз жоспарлап отырмыз. Енді алдағы кезеңде осы Басқұдық пен
Атамекен ауылы тұр. Қазір Атамекен ауылында да 3-5 шақырым жолдың қазір проекті сметный документациясы шықты. Қаржысы республикадан қазір дорожный картасы, жол картасы бағдарламасы арқылы бөлініп, осы жылдың аяғына дейін аяқтаймыз. Қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Яғни орталық негізгі көшелерді. Алдағы жылдары осы 21-22 жылдар ішкі көшелерді жөндеу біздің алда жалпы болашақта жоспарымызда бар. Жақсы, рахмет. Желі қолданушыларының сұрақтарына көшсек, Ақмоншақ сәлеметсіз бе дейді. Сәлеметсіз бе? Мақсат Өтегенов, темір жол өтпелі мост салына ма екен деген сұрағын жолдапты. Енді біздер қазір көп сұрақтар, енді Мұнайлы ауданы Ақтау қаласымен шекаралас болғаннан кейін біздер агломерациямыз енді 9 жолдың торабы дейді, былай темір жол осы Мұнайлы ауданында орналасқан. Қазір бізде енді пойызға вокзалға баратын кезде, вокзалдан пойыз келген кезде, яғни жол кептелісі бар. Ол жол кептеліс Басқұдықтан біздің Маңғыстауға дейін, Маңғыстау ауылына дейінгі, яғни жол көліктің кептелісін азайту бағытында қазір біз 1,7 шақырым жолдың, қазір 4 жолақты жолдың конкурсы өткен осы жылы аяқталды. Мердігер мекеменде аяқтадық. Республикадан қаржысын күтіп отырмыз. Мосттан неге қарай шығатын? Новый автоцонға қарай, яғни айналма жол. Сонда біз Басқұдықтағы ортадағы нагрузканы жол кептелісін азайту бағытында. Онымен қоса, онда 5 шақырым қазір 4 жолақты жолды Айшат Мейрам Басқұдыққа дейін, яғни Гелюске дейін, Анварға шығысқа дейінгі жолға қосу бағытында қазір 4 жолақты жолдың қазір проектный сметный документациясы аяқталды, бітті. Қазір соны республикадан қаржысын сұрақ қойдық. Енді осы 21 жылға бөлінеді деген жоспарымыз бар. Болашақта жолды біз кеңейтеміз. Біз жалпы қала мен ауданның арасындағы көлік кептелісін, яғни азайтамыз. Өздеріңіз білесіздер, жаңа айттым, Мұнайлыда 173 мың халық тұрып жатыр. Оның таңертеңгі мезгілде көбі енді 50% осы қалаға қатынайды. Ең жақын аудан болғаннан кейін. Қазір республикалық деңгейде қазір үлкен жолдың жолағы қазір өткенде Татьянадан Хагамзеге дейінгі жолдың, яғни қазір жөндеу жұмыстары жүріп, ол яғни облыстық маңыздағы жолдар. Сондықтан кәдімгі облыстық жол басқармасы арқылы қаржысы бөлініп, қазір осы жылдың аяғына дейін ол жолды біз іске қосып, осы халық игілігіне береміз. Бұлайды қазір ашылды, ол 4 жолақты жолмен қазір көліктер жүріп жатыр. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, өткенде ремонттың кезінде үлкен нагрузка болды, екі ортаға кептелісте. Яғни 10-15 минутта баратын жерге жарты сағат 40 минутқа дейінгі, яғни жол кептелістер болды. Енді оның барлығы уақытша дүние, өйткені осы ремонттың кезінде ондай болады. Енді оны барын әлеуметтік желіде халыққа біз алдын ала ескерттік. Енді мост мәселесіне келетін болсақ, бізде өзіміздің жалпы әкімдіктің терминде левый берег, правый берег деп өзіміз былай қалжыңдап айтамыз. Енді Басқұдықтан жалғыз мостымыз бар, жаңағы Хагамзенің несіне қойылған. Енді қазіргі 4 жолақты жолды біз проектный сметный документациясының ішінде ол мостта жаңа жүрген сол жолы арқылы, яғни кеңейту жоспарымызда тұр. Енді ол алда болашақта қаржы бөлінген жағдайда біз жасаймыз деп есептеймін. Жақсы. Айгүл Сарайшықова, бұрынғы 17-ші посттың қасына светофор орнатқан. Қай уақытта қосылады дейді? Енді қазір 17-ші постқа біз жалпы ол жерде светофор болуға тиісті емес, жалпы жаңа халықаралық талаптарға сәйкес Жаңаөзен атындағы халықаралық жол ғой біздің үлкен 4 жолақты жол, екі бір-біріне арама қарсы жүретін. Ол жерде айналма кольцевой дейді. Кольцевой болу керек. Не жасап? Біздер облыс әкімінің ауданға келген кезде, менің есеп беру кездесулерімде осы Қызылтөбе ауылының тұрғындары, сосын Маңғыстау ауылының тұрғындары сұраған. Яғни ана жерде біз көп жарықшамы аз, сосын көлік келген кезде светофор жылдамдығы көп, сонда светофор қою жөнінде өтініш жасады. Соны біз қазір уақытша ол жерге светофорды қойдық. Жол қауіпсіздік ережесіне сәйкес светофорды
5-10-20 күнге дейін жаңағыдай, яғни светофордың қойылғаны жөнінде ішкі істер басқармасының қазір талаптары бар. Сол талаптарына сәйкес біз не жасап қойдық, қосып жақын арада іске қосамыз. Бұл әрине ол уақытша қойылған светофор, яғни халықтың өтініші бойынша. Жалпы болашақта жоба бойынша бұл жерде екінші кольцевой болады, айналма жол өтіледі. Яғни көлік кептелісі келіп тұрмау керек, бір-бірін айналып өте беретіндей. Жалпы үлкен қалаларда өздеріңіз көріп жүрген боларсыздар, осындай айналма жерлерде көп тоқтамай көліктер бір-бірін кептеліс жасатқызбай өту бағытында жасалып жатыр жоба. Әйгерім Кемелханова, саламатсыздар ма? Мұнайлы ауданы Маңғыстау селосы 9-ші кварталға қашан асфальт салынады? Қатар тұрған 10 және 11-ші кварталдарға салынады. Екінші сұрақ болу керек. Аудан бойынша көше жарықтарын қолға алса екен. Маңғыстау ауылына балалар алаңы, спорт алаңдарын салу жоспарда бар ма дейді. Енді мәселе түсінікті. Жаңа айттым ғой, Маңғыстау ауылындағы ел бесігі бағдарламасы бойынша біз көшелерге тарттық. Средний ремонт дейміз, орташа жөндеу бағытында жүргіздік. Негізгі көшелерге тарттық. Қазір ол жерде мен қазір шатаспасам, тағы да 6 көше бар тартылатын. Сол көшелерге қазір жобаларын жасақтап жатырмыз. Болашақта жасақтап, алдағы жылдар жасақтап береміз. Екінші көше шамдарына байланысты, қазір жарықтандыруға байланысты барлық ауылдарға қазір біз Маңғыстау энергия арқылы светодиодный орталық көшелерге қазір тартып жатырмыз. Қазір тапсырмалары берілді. Барлық көшелердің бағыттары бойынша ауыл әкімдер есептерін шығарып жатыр. Енді алдағы уақытта күннің қысқаруы бар. Балдардың сабаққа қатынап, сабақтан кеш қайтуы, үлкен кісілердің қайтуы бар деген секілді. Енді күн қысқарып, түн ұзаратын уақыт. Сондықтан ең бірінші қазір біздің алға қойып жатқан бағытымыз көше шамдарын тезірек іске қосып, жанбай қалғандарын, істен шыққандарын қалпына келтіру бағытында біздің Маңғыстау энергия мекемесі, менің орынбасарларым, ауылдың әкімдері қазір қолға алып кетті. Ол күнделікті өзіміздің бақылауымызда. Ал жаңа ауыл ішіндегі балалар ойын алаңдар, биыл біздер благоустройство дейміз, абаттандыру, көгалдандырудың қаржысына қазір ауылдардағы ойын алаңдарын қалпына келтіру, қосымша ойын алаңдар қою бағытында ауыл әкімдері қазір жұмыстарын жүргізеді. Оны кезең-кезеңмен жасаймыз. Енді демеушілік есебінен қазір Қызылтөбе ауылында, кеше Баянды ауылында Қаражанбас компаниясы қойып беріп жатыр. Ойын алаңдарын Қызылтөбе ауылында Ванорд компаниясы қазір қойып жасап жатыр. Басқұдық ауылында да жеке кәсіпкерлердің демеушілігімен қойылып жатқандар бар. Ал қалған жерлерге өзіміздің бюджетте қаралған қаржының есебінен соларға қоятын боламыз. Рахмет. Құрметті желі қолданушылары, Мұнайлы ауданының әкіміне сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Айнұр Жуманбетова, сәлеметсіздер ме? Мектепке дым дайындық жоқ. 10 баланың анасымын. Соның 7-еуі сабаққа барады. Бір телефонмен қалай оқимыз? Түсінбеймін. Жылына бір рет берілетін жиынтық көмек жоқ. Оған бөлінген қаражат қайда кеткен? Білім ордасына звондасақ, кәсіпкерлерден көмек жоқ дейді. Үкіметтен бөлінген қаржы қайда кеткен? Сонда кәсіпкерлердің бергеніне қарап отырасыздар ма? Жылда сонда дейді. Осыған жауап берсеңіз дейді. Айгүл ханымға рахмет. Енді 10 баланы дүниеге әкелу ол үлкен батырлық деп айтамыз. Сондықтан қазір көп балалы аналардың жалпы бойынша біз Мұнайлы ауданы көш бастап тұрмыз. Сондықтан көп балалы аналар осы біздің Мұнайлы ауданында бүгінгі таңда енді 32 мың мектеп жасында балдары бар. Соның ішінде қазір 7551 бала, яғни көп балалы отбасылардың санатындағы, яғни аз қамтылған көп балалы отбасылардың санатында. Біздер бүгінгі таңда всеобщий дейміз, білім басқармасын, білім министрлігінің 64-ші бұйрығы бар. Сонда негізгі критериялар көрсетілген, кімдерге қандай көмектер беріледі. Яғни всеобщий деген бар. Сол всеобщий арқылы қазір білім басқармасы жергілікті бюджеттен қаржыны бөлу бағытында қазір есептері шығарылып жатыр. Сол ақшаны қазір бір балаға, яғни есебі шықты, орташа есеппен 20-25 мың теңгені құрайды. Ол үшін, яғни егерде әлеуметтік желіде көріп отқан болса, өздерінің мектептеріне барып, ата-аналар
яғни балалардың оқитын мектептеріне барып сол жерге барып өздерінің құжаттарын тапсыру керек. Яғни көп балалы ана ретінде, яғни аз қамтылған отбасы ретінде негізгі анықтама құжаттары бар. Сол мектептерге хабарласа, қазір тапсырмалары берілді. Сол арқылы біз қаржыландырып, қаржыны бөліп, өйткені бұның барлығы мемлекеттен бөлінген қаржы. Оның ертеңгі күні барлығының да сұрауы болады. Сондықтан мемлекеттен бөлінгеннен кейін ол қаржының тиынына дейін біздер жаңа неге санаулы түрде бөлгіземіз. Ал жаңағы бір телефонмен жаңа 10 бала, 7 бала қалай оқиды дейтінге келетін болсақ, бүгінгі таңда біз қазір бюджеттен, жергілікті бюджеттен 264 миллион ақша бөліп, 1471 ноутбук қазір алғызып жатырмыз. Яғни балдарға, сол балдарға, яғни ата-аналарға береміз, яғни распискамен береміз. Енді әлеуметтік желіде былай енді ата-аналардың өздерінің келіп қойған сұрақтарында біз алмаймыз, бізге керек емес деген уәждері бар. Олай өйткені үйге барған кезде одан кішкентай бар бала бар. Ертең шұқып бұзып тастауы мүмкін. Сол кезде біз тағы да, яғни жауапкершіліктен басы ол олай болмау керек. Өйткені ата-ана болғаннан кейін бәріміз міндеттіміз. Мен де ата-анамын. Сондықтан бәріміз жауапкершілікті ортақ сезінуіміз керек. Мемлекеттің жасап жатқан, яғни бөліп жатқан мүмкіндіктеріміз қазір барынша пайдалануымыз керек. Яғни ол ноутбуктарды бергеннен кейін жауапкершілікпен қарап, яғни баланың дайындалуы ол ойын ойнау үшін емес, жаңағыдай сабаққа дайындалу бағытында беретін. Бұны ата-ана да түсіну керек қой деп есептеймін. Сондықтан әлеуметтік желі қолданушылар, бұны біз баланы оқыту, бұны біз уақытша құбылыс деп түсінуіміз керек. Бұл пандемия тек қана бір Қазақстанға келген індет емес, бұл әлем бойынша болып жатқан құбылыс. Сондықтан біз бұмен барлығымыз бірлесе отырып күресуіміз керек деп есептеймін. Сондықтан қазіргі ата-аналарға да қиын, мен түсінемін, мектеп оқытушыларына да қиын. Бірақ біз сол сынды бірлесе отырып көтеріп, осы індетті тезірек жойылу бағытында біз бір-біріміз қашықтықтан жаңағыдай алдын алу бағытында жұмыс жасасақ, біз сонда ғана біз мына індетті жеңеміз деп есептеймін. Кеше менің қабылдауымда болды 5-6 ата-ана, мен балдарымды сабаққа жібермеймін, ол мен бас тартамын, алмаймын, маған жекемен өзіме алып беріңіз, балаға сатып алып беріңіз, 2 планшет алып беріңіз, 2 компьютер алып беріңіз деп. Біраққа беру. Олай мен ол қисын деп есептеймін. Өйткені біз мемлекеттен бөлінген қаржы болғаннан кейін біз оны есебі болады. Сол есепті біз түсінуіміз керек деп айтамын. Сонымен қоса жаңағы демеушілерге қаралсын деген. Енді бұған дейін де мектепке жолық акциясы деген бізде жылда өткізіледі. Қазіргі күнде де өтіп келе жатыр ол. Сондықтан біздің азаматтарымыз бар, азамат жігіттер бар, кәсіпкер азаматтар бар. Қазір өздері аз қамтылған мүжәлсіз отбасыларға, яғни қолдау көрсетіп жатқан көп балалы аналарға дегендей. Енді мен осы желіні қолдана отырып, мүмкін біреуіне жағар, біреуіне жақпас, дегенмен де айтуға тура келеді. Енді бізде өте мүшкіл кейбір отбасылар бар. Біз ең бірінші мемлекеттік орган, біз осыларды қамтимыз. Ең бірінші жеткізуіміз керек. Осы ата-аналардың, яғни балдарына. Соны қазір алдыңғы бағытта қазір тапсырмалар берілді. Ауылдарда қазір интернет желілері тартылып жатыр. Барлық ауылдарға қазір 6 компания келіп жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірақ біздің кейбір тұрғындарымыз әлі күнге дейін сол абонентский платқа отырмай, қосылмай жатқандар бар. Сол әлеуметтік желіні пайдалана отырып, мен тұрғындардан сұрарым, тезірек желіге қосылып, яғни осы жаңа оқу жылында біз әр баламыз, яғни орта білімі бар, сол құқықты міндетті түрде бәріміз бірігіп атқарайық деген ойдамын. Осы жерден сұрақты қойған Айнұр Жуманбетова есімді желі қолданушысына нақты жауап берсеңіз, Рахат Тезекбайұлы. Компьютерді алу үшін мектебіне, балалар мектепке хабарласа ма, әлде әкімдікке ме? Мектепке хабарласады. Қазір мысалға ол Айгүл Жұманбетова қай ауылдық екенін, қай ауылдық екенін естіп отқан жоқпын. Сол ауылдағы, яғни мектепке барып, сол мектептен өзінің компьютерлерін алуға толыққанды мүмкіндік. Ертең 28-29-дарында біз нақты компьютерлерді бөліп бастаймыз, ноутбуктарды бөліп. Сол кезде сол мектептің
басшылар да, мектептегі өз сынып жетекшілері де қазір қай класста қанша баладан бар екенін барлығының есептері шығарылған. Білім біздегі бөлім арқылы, сол арқылы қазір тиесілі ноутбуктарын немесе компьютерлерін алады. Осы жерде енді алдын ала білім саласына қатысты айтып өтейін. Кешеде мені бір желі қолданушысы маған мындай сұрағын жолдапты. 9 баласы бар екен. Мектепте кітап жетіспейді дейді. Бірнеше күннен кейін оқу жылы басталады. Бұл мәселені қалай шешеді? Енді ол қай ауылда екенін білмеймін. Бізде қазір толыққанды кітаптардың барлығы мектептерде бөлініп берілді. Қазір енді мына жаңа форматтағы типтегі алынатын 17 мыңға жақын кітабымыз бар. Ол қазір алды, кеше бүгін келіп түсіп жатыр. Берге бөліп беріп жатырмыз. 28-29-на дейін барлық кітаптарды мына жоғарғы сыныптарда, қазір мына 10-11 сыныптарда жаңа форматта енгізілген бағдарламалар бар. Сол бағдарламаға сәйкес біздер келетін кітаптар бар. Сол кітаптарды жақын арада бөліп. Негізгі бағыттағы кітаптарды, қолданыстағы кітаптардың барлығын қазір балдарға бөлініп берілді. Әйгерім Кемелханова, Маңғышлақта орналасқан Круговой жанындағы теміржол переездінің асфальтын жөндеу жоспарда бар ма дейді. Енді ол жердегі қазір проектный-сметный документация жасап жатырмыз. Ол жерде бір жолақты жол деп айтсақ болады. Яғни ар жақтан екі жақтан келгенде кептелген пойыздың кезінде, сосын ана Қызылтөбеде час-пиктің уақыты Қызылтөбеден бері қарай қайтатын кезде жаңағыдай пробка болады, яғни кептеліс болады. Соған байланысты қазір проектный-сметный документацияны біз жасап жатырмыз. Айшаттан мына Қызылтөбеге дейінгі светофорда 4 жолақты жол қылып кеңейту бағытында. Сондықтан қазіргі кішкентай средний ремонт, ямочный жұмыстар бойынша оны ауылда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі ол кольцевойдың қасындағы жұмыстарын жақын арада оны бітіреді. Жалпы ауылдың ішінде жүріп жатыр қазір. Зиза Мұнатбаева, балалар мектепке дайын ба? Барлығы интернет пен компьютер, планшет, сотовылары жеткілікті ма? Интернет барлық мұнайлы ауылдарына жақсы ұстап тұрма? Тексеріп көрдіңіз бе дейді. Зиза апамызға рахмет. Әрине ол біріншіден осы мұнайлы ауданына бірден бір жаны ашитын апамыздың бірі, белсенші желі қолданушысы. Осы көп мәселелерді өзі қозғап жүреді, көтереді, айтады. Енді қазір барлық ауылдардағы интернеттің барлығын қарап шықтық. Енді толық барлығына жетіп тұр деп айту енді артықтау болатын шығар. Осы қыркүйектің 1-іне дейін қазір Самғау, Қазақтелеком, Скайтелеком компаниялары қазір жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы 30 тамызға дейін барлық интернет желілерін іске қосу бағытында жұмыстар жүргізіледі. Ал енді 1 қыркүйекке дейін бұл толық қосылған жоқ қой деген ертең сұрақтар болуы мүмкін. Әкім осындай тікелей эфирде айтып еді, барлығын қосады. Бұл желіні енді процесті біз жалғастыра береміз. Қай жерде кемшілік бар, енді ол үлкен желі келіп тұрған интернет. Жерде сөзіңізді бөлейін, Сағыныш көшесі 53-ші үйге интернет, Wi-Fi керек дейді. Осы жерге интернет тартыла ма? Қараша, енді қазір өзімізге жазып аламыз. Сұрақта Сағыныш көшесі. Қазір оны қарап, алдағы өзім аяқтай барып, қарап нелерін жасаймыз, шешеміз мәселелерін. Енді ондай вопростар болуы мүмкін. Өйткені интернеттің өзіне енді сотовый связь де бар ғой. Кейбір жерде жақсыстап тұрса, кейбір жерде связі нашарлап кетеді деген сияқты. Ондай волна болуы мүмкін. Мен енді барлығын 100% қазір толыққанды барлығына жетіп тұр деп айтқаным артықтау болуы мүмкін. Но кемшілік тұстарды жаңағыдай тартып жатқан компаниялар арқылы біз рет-ретімен жолға қоямыз. Жалпы аудан бойынша қазір 100% қамтылған. Амандық Аманқұлов, Баяндыға жер тапсыратындарға қашан жер береді дейді. Енді бүгінгі таңда бізде ауданда 33.820 адам жер кезегінде тұр. Аудан бойынша. Біздер қазір Маңғыстау, Қызылтөбе, Батыр, Баянды ауылдары бойынша 2905 жер телімінің проектный-сметный документациясын шығардық. Яғни ол 10%-ға жетпейді. Ертеңгі біз кезектегі адамдарға беретін. Енді ол жерге ең бірінші біз жер берердің алдында инфраструктураны тартып алуымыз керек. Инфраструктура ол не? Бірінші тоқ, газ жету керек. Қазір міне Маңғыстау ауылында Маңғыстау 3, Маңғыстау 4, Маңғыстау 5 ауылына, Батыр ауылында қазір қаржысы бөлініп электр желісін тартып жатырмыз. Сояқтарға қазір кезең-кезеңмен
ертең біз тартылғаннан кейін біз кезекте тұрған азаматтарға, яғни жер телімдерін береміз. Сол секілді жаңағы айтылған Баянды ауылында да бар, сосын Қызылтөбе ауылында да кезекте тұрған азаматтарға осы инфраструктура тартылғаннан кейін береміз. Бүгін жалпы осы 2905 жер телімінің өзінің жобалық құны 2,5 миллиард болып тұр. Сондықтан қазір ол кезең-кезеңмен қаржысы бөлінеді, сол арқылы тартып біз береміз. Жалпы ауданның болашағын, біз болашақ перспективасын 2 бағытта дамуды жоспарлап отырмыз. Ол бір бағыт Дәулеттен Тамаққа қарай, сол жаққа қарай дамыту. Екінші Батыр ауылынан Құрыққа қарай, темір жолдың жағалай отырып, военный часть дейміз ғой, сояққа қарай 525 гектар жеріміз бар. Қазір сояқтан, яғни жаңа жер телімдерін береміз ғой деп сояқта жоспарлап отырмыз. Бірінші біз сояққа жаңағындай инфраструктураның бас жоспарға қазір енгізіп жатырық, сол жақты дамыту бағытта. Өйткені кезекте тұрған 33 мың адамға біз жерді беру механизмін қарап тезірек шешуіміз керек. Өйткені аудан халқы өсіп келе жатыр, ол кезек жинала берсе, ол мәселе шешілмейді. Сондықтан осы мәселелерді болашақта біз шешеміз ғой деген жоспардамыз. Енді мына жаңа оқу жылына келетін болсақ, жаңа оқу жылында біз дайынбыз ба деген сұрақтар. Мектепте қазір мына Батыр ауылында 15-ші мектепті біз іске қостық. Жаңа оқу жылында біз оны қолданысқа береміз. Қазір енді бұрын Батыр ауылында бір-ақ мектеп болды, 10-ші мектеп, ояқта 3881 бала оқу жүр. Қазір соның 2110 бала, шатаспасам, соны қазір ана мектепке қарай біз бөлдік. Жаңа мектепке, 15-ші мектепке. Оның өзінде де енді Батыр осыдан 1,5 жыл бұрын халқының саны 8 мың болған. Халқының саны. Қазіргі таңда 14 мың жарым халық тұрып жатыр Батырда. Яғни айтсақ 2 есе, яғни халқының саны өсті деген сөз. Ол болашақта тағы да өседі. Батырдың жалпы өткені қазір 15 шақырым жол салынып, асфальт жол салынды. Қатқал табандық қазір 64 шақырым жол салынып жатыр. Яғни былай айтқанда инфраструктура барып жатыр. Оған дейінгі газ, су, тоқ барлығы 100% ояқта қамтылып отыр. Болашақта жалпы Батырдың өзінің жоспары бойынша ана жерде жер телімі бөлінген 10 мың тұрғынға қазір 3800 үй салынып тұр. Енді ар жағында тағы да 6 мыңға жақын үй салыну керек. Сонда орташа есеппен ана жерде 20-25 мың халық Батыр ауылында тұр. Батырдың жалпы бас жоспары бойынша 64 мың халыққа арналған. Сондықтан болашағы үлкен зор ауылда. Сол секілді Батырда жаңа мектептің тағы да 2 проектный сметный документациясын дайындап жатырмыз. Алматы шағын ауданынан, Хазар шағын ауданынан деген сияқты жаңа 1200 орындық мектептердің. Сонымен қоса Қызылтөбе ауылында, сосын Басқұдықта бізде қазір ең үлкен проблема мектептің осы жақын 1 қыркүйекте мешіттің қасындағы жерде 1200 орындық мектептің жаңа проектный сметный документациясы шығады. Сонда болашақта осы Басқұдық ауылындағы мәселені шешуіміз керек. Өйткені Басқұдық ауылында қазір тек қана 1 мектеп жұмыс жасап тұр, яғни 9-ші мектеп жұмыс жасап отыр. Сонымен қоса жеке кәсіпкерлерде жеке меншік мектептерді ашамыз деген жоспарлары бар. Енді олар шағын, өйткені ана жерде 150-200 балаға дейін оқитын мектеп, жеке кәсіпкерлердің салып жатқан. Ал Атамекен ауылында қазір 600 орындық мектептің жеке кәсіпкердің өзінің жеке қаржысына салынған мектеп. Яғни салынып қазір биыл жаңа оқу жылында іске қосылып жатыр. Оның қазір балдарды қабылдап бастады. Енді ол жерде де кішкене проблемный вопростары бар. Ата-аналардың біз жеке меншік мектепке балдарды бермейміз деген. Бұл жерде мен осы әлеуметтік желі арқылы айтқым келеді. Азаматтарда ондай ұстаным болмау керек. Өйткені жеке меншік әріптестік бағытта білім туралы заңның нормасымен сабақ беріледі. Ояқта педагогтарға барлық талаптардың бәрі сақталынады. Өйткені заң бізге ортақ бір білім туралы, ертең ортақ берілетін мемлекеттік аттестат беріледі. Ол жерде жеке меншік аттестат емес. Сондықтан ата-аналардан ой болмау керек. Біз жеке меншікпен мемлекеттік деген секілді. Сондықтан мен бүгін таңертең тағы да білім бөлімінің басшысына тапсырма бергенмін. Сондықтан міндетті түрде тезірек балдарды
классымен бөлгізіп, өйткені біз 3 ауысымдықты біз азайтуымыз керек. Сол бағытта біз қазір мына жекеменшік әріптестікті бағытты біз ол кәсіпкерден керек, жасырмауым керек. Мен өзім өтініш жасағанмын. Осы ауданға әкім болып келген ғимаратын көріп, сіз мектеп қылып ашып, осындай мемлекеттен бөлініп жатқан қаржы бар, бала басына бөлінетін қаржы бар деген секілді, соны яғни пайдаланып кәсіпкер ретінде жасауға подушевой финансирование дейді ғой, сол финансирование арқылы пайдаланыңыз деп соны азамат келісті. Былай айтқанда біздер қазір егерде мемлекеттік яғни мектеп салатын болса, проектный сметный документация жасап 1,5-2 миллиардқа дейін қаржы біз шығаруымыз керек. Былай айтқанда біз үнемдеп отырмыз. Яғни жеке кәсіпкер енді болашақта осы біздің балдарымыз тәлім тәрбие алып, сол ошақта алады ғой деген жоспардамыз. Енді мына пандемияға қарамастан, мына білім саласында қазір тағы да 7 аудан бойынша балабақша ашу жоспарланып отыр. Бұл кәсіпкерлердің өздерінің ұсынысы арқылы енді ар жақта бала басына подушевой финансирование бөлінетін мемлекеттен қаржы, сондықтан кәсіпкерлер соны ашып жасап жатыр. Бұл да әріптестік аясында емес, бұл өздерінің жаңа бала басына төленетін подушевой финансирование жекеменшік балабақшалар. Бұл да енді біздің 3 жастан 6 жасқа дейінгі балдардың, яғни балабақшамен қамту бағытындағы бір көрсеткішімізді азайту. Биылдан бастап біздер қазір мына 3 жастан 6 жасқа дейінгіні өткен оқу жылында біздер 100%-ға аяқтадық. Енді биылға 2 жастан 6 жасқа дейін алып отырмыз балдарды. Яғни сол қаулыға қазір өзгеріс енгізгіздік. Өйткені 2 жастағы балдарда баламен отқан ата-аналар бар, жұмысқа шыққысы келеді деген сияқты. Соларды қамту бағыты. Өйткені қазір көптеген жекеменшік балабақшаларымызда, мемлекеттік балабақшаларымызда бос орындар бар. Соны есепке ала отырып, яғни болашақта осы 2 жастан 6 жасқа дейін балдарды қамту бағытында жұмыстанамыз. Жақсы, рахмет. Құрметті желі қолданушылары, комментарийге сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Егерде мен сіздің сұрақты оқымай кетіп жатсам, демек сіздің сұрағыңыз жоғарыда қойылды. Ары қарай жалғастырайық. Басқұдық елді мекенге ауыз су қашан келеді? Ауыз су мәселесі мана осы басталған кезде айтқан, жалпы аудан бойынша бізде мына Каспий су тұщыту зауыты арқылы біз ауыз суды алып отырмыз. Тәулігіне осы жаздың кезінде бізге 14-15 мың куб суды беріп отырды. Ал 170 мың халқы бар ауданға тәулігіне бізге 30-35, яғни жаз мезгілінде су бізге керек. 154 мың халқы бар Жаңаөзен 37 мың куб су алады тәулігіне. Айырмашылық бар ғой, айырмашылық бар. Сондықтан біз қазір орталықтандырған құбырды неге тарттыңыз? Кеше жаздың кезінде көптеген азаматтар сұрақтар қойды. Сіздер неге орталыққа тараған суды тартып, құбырдан неге су бермейсіз? Біз суды енді заводтың өндіріп беріп отқан көлемі бізге жаңа айтқандай 14-15 мың су куб. Кейде завод нелер болып қалады, кейде 13 мың, кейде 12 мың болады. Сол кезде судың күштері азаяды. Енді жаз мезгілінде азаматтарымыз егіс отырғызады, тал отырғызады. Яғни сол талға пайдаланады. Кейбір азаматтар енді үйлеріне насос қойып алғандар болды. Өткен жазда мына әлеуметтік желі арқылы көрген боларсыздар. Біздер мен өзімде аяқтай жүріп, каждый үйге кіріп, жаңа насостарын сөндірткізіп, яғни сулардың ауылға жетпей жатыр деп, сондай мәселелер болды. Енді біздің беріп отқан суымыздың бағасы 1 кубы 30 теңге. Енді ал 0,5 баклажка судың өзі 150 теңге. Сондықтан біз жаздың кезінде де айттым, суды үнемдеуіміз керек. Бұл су біздің беріп отқан тұтынуға беріліп отыр. Енді қазір Маңғыстау 5 ауылдарында орталықтандырған кәріз қазір су желісін тартып жатырмыз. Осы жылдың аяғына дейін аяқтаймыз. Сонымен қоса Қызылтөбе ауылын орталықтандырған сумен қамту бағытында жасаймыз. Бірақ та жаңа айтып отқандай судың көлемі жаңа біздің алып отқан аз. Сондықтан ертең біз кезең-кезеңмен бөліп береміз суды. Енді қазір Каспий су тұщыту зауытының қаржы бөлініп модернизация дейді. Жаңағыдай тәулігіне шығарып отқан 20 мың кубты олар 40 мыңға дейін көбейту бағытында осы 2021 жылға дейін аяқтау керек. Сол кезде біз орталықтандырған құбыр арқылы
жаңа суды береміз ғой деген жоспарымыз бар. Енді өткенде жекеменшік көліктердің иелерін де шақырдық. Мына біздің жалпы Маңғыстау жылу мекемесінде қазір 20 водовоз бар, оның да 10 жылдық, яғни амортизационный баланс дейді. Алды 5 жыл, арты 10 жылға дейінгі қолданыста келе жатқан көліктер, біреу жүрсе, біреу кейде істен шығып қалады. Көлік болғаннан кейін жаздың кезінде болып жатты. Жаңа көп водительдерде кеше пандемияның кезінде жаңа пневмониямен ауырғандары болып жатты, грипппен ауырғандары болып жатты. Сол кезде кішкене келеңсіздер болып қалды. Но енді біз бұл мәселеден халықтың түсіністігімен шықтық қой деп есептеймін. Алдағы уақытта бұны болдырмау бағытында қазір облыс әкімі де біледі, үкіметке де біз қазір өзіміздің ұсыныстарымызды, өтініштерімізді бәрін беріп қойдық. Алла болашақта қаржысы бөлінсе барлығын жасаймыз. Рахмет. Құрметті желі қолданушылары, сіздерден сұрайтын сұрақтарыңызды нақты әрі жүйелетіп қойсаңыздар. Ақмоншақ Жақсылықова: тұрғын үй кезегінде тұр едім, қашан беріледі екен? Сосын әр бала санына 40 мыңнан беріліп жатыр екен. Қайда барып құжат тапсырамыз? Мектепте құрал алуға беріледі екен дейді. Сөздің ортасында жаңа мен айтып өттім, жаңа білім саласына байланысты 20-25 көлемінде всеобычқа бөлінетін ақша. Енді оның негізгі критериялары бар. Жаңа айттым, білім министрлігінің 64-ші қаулысы бар. Сол критерияларға егер сіз сәйкес келсеңіз, сол құжаттарыңыз арқылы өзіңіздің оқып жатқан, балаңыздың оқып жатқан мектебіне бар құжаттарыңызды тапсырып, яғни обновление дейді, жаңалап, егер бұрын тапсырған болсаңыздар, соны жаңалап тапсырып не жасаңыздар, сол мүмкіндікке ала аласыздар. Екінші, тұрғын үй мәселесіне келетін болсақ, бізде өткен жылдан бастап бақытты отбасы бағдарламасы бойынша мемлекетте жүріп басады. Жилстройбанк арқылы жүргізіліп жатқан. Енді алғашында 10%-ын, яғни сол салымшы өзі табатын болса, төлейтін болса, қазір биылдан бастап 10%-ық салымды мемлекеттен бөлініп, биылға бізге Мұнайлы ауданы бойынша 30, яғни отбасыны бізге белгіленген. Бүгінгі таңда 22 отбасы жаңа өздерінің жаңа қоныс тойын тойлады. Енді қазір тағы да 30 адамның құжаттары тапсырылды. Сол құжаттар бойынша кезең-кезеңмен, яғни қарап ішінде өткізеді. Яғни бұл Жилстройбанк арқылы салымшылардың есебін. Енді бұл жерде біз кезекте тұрған азаматтарды жібереміз. Бұл жерде негізгі санаттар бар. Сол санаттар арқылы қосымша қазір бізге 558 миллион ақша бөлініп отыр. Көп балалы аз қамтылған отбасыны, яғни кезекте тұрған азаматтарды, яғни тұрғын үймен қамтамасыз ету бағытында қазір біздер 67 пәтердің қаржысын бізге жергілікті республикалық бюджеттен қаржысы бөлінді. Қазір ауданда 3 компания үй салынып жатыр. Қайсыныкі бірінші бітеді, біз сол арқылы, яғни выкуп жасап, сол тұрғындарға алып береміз. Егер де кезегі келіп жатса, сол кезек арқылы, яғни тұрғын үймен қамтылады деп айтамын. Сонымен қоса Батыр ауылында 4 пәтерлік 20 үйдің құрылысын бастап кеттік. Ол өтпелі кезеңмен келесі жылы аяқтаймыз деп, осы мамыр айларында аяқтаймыз. Сол олында біз жаңа кезекте тұрған азаматтарға айтқым келеді, біз тұрғын үйді кезекпен береміз. Ол кезекте қай тұрды, қай категорияда, қай бағытта тұрды, тек қана сол бағытта ала алады. Ал жаңағындай келіп, ортадан келіп, маған үй беріңіз дейтін, яғни ол Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңына қайшы. Сондықтан әр азаматтың өзінің құқығын біз бағалауымыз керек, түсінуіміз керек. Сол арқылы кезең-кезегімен береміз. Маусымжан Габдуллина: сәлеметсіз бе? Мұнайлы ауданы бойынша білім басқармасы басшысы жемқорлық туралы күресті күшейту керек сияқты өзінде тиген жөн дейді. Бұған қатысты не айтасыз? Сыбайлас жемқорлықпен қазір барлық жергілікті әкімдіктерде, барлық органдардың бәрі күресіп жатыр. Егер де нақты факты, нақты дәлеліңіз болса, құзырлы органдар бар, онымен айналысатын. Сондықтан соған хабарласуыңыз керек, соған айту керек. Ал себепсізден себепсіз қазір біз мемлекеттік қызметкерге, мемлекеттік қызметте жүрген азаматқа ол сіз осындаймен айналысасыз екен деген жала жабу фактісі табылады. Сондықтан біздің
мына мемлекеттік қызметте арнамыз кодексі деген бар, закон этика деген бар, мына этикалық кодекстер бар. Біз соны сақтай отырып мына шараларды қабылдаймыз. Егер де нақты дәлел факті болған жағдайда, ол қазір негізгі антикор деп айтамыз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігі бар. Арызыңызды беріңіз, сол жаққа қабылдап, құзырлы органдар өздерінің шарасын алады. Ал бізге қазір ондай нақты факт ешқандай ізденіскен жоқ. Бірақ та біз өзіміздің өткізетін әр бірінші күні аппараттық жиналысымыз бар. Сонда қатысатын мемлекеттік органдардың басшыларына, менің өзімнің орынбасарларыма барлығына хаттамалық түрде барлығына беріп отырмыз. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында, яғни өзіңіздің әріптестеріңізбен, бөлімдермен, ауыл әкімдіктермен, қызметкерлердің бәрін алдын алу бағытында түсіндіру жұмыстарын тапсырма хаттамалық ретінде түсіндіріп беріп отырмыз. Жақсы, рахмет. Зиза апамыз тағы да сауалын жолдапты. Мұнайлы ауданы бойынша ауыл шаруашылығы қалай дамып жатыр? Биылғы Мұнайлы ауданын толық қамти алып отыр ма? Егін шаруашылығы қожалықтарының қатары көбейтілсе, жұмыс көзі ашылар еді. Келесі жылдың қамын биылдан бастау керек сияқты дейді. Рахмет. Зиза апамыздың ауыл шаруашылық саласында қазір бізде ауыл шаруашылық саласында жалпы бөлінген 600-дің үстінде жер телімі бар. Яғни ол мал шаруашылығында, сосын егін шаруашылығында енді негізіне мына Қызылқұм жері деп айтамыз, Қарағия ауданымен шектескен. Биыл 46 шаруашылық егін отырғызды, қауын, қарбыз, помидор, огурцы деген сияқты өнімдерін қазір өндіріп, осы облыс орталығына жеткізіп, осы арқылы басқа да аудандарға, қалаларға, яғни бөлініп кетіп жатыр. Оған қарамастан біздер биыл Баяндыдан Бердібек әулиенің жанынан құйыл су пайдалану бағытында 250 гектар жерді бөлдік. Біз 100 гектарын Ақтау қаласына бердік. Өйткені Ақтау қаласымен жаңа сөзімнің басында айттым, біз агломерациямыз бар. Яғни ол ояқта да кәсіпкерлер жаңа дертерімдерін сұрап жатыр дегесін қаланың әкімімен келісе отырып 100 гектарды қазір біз соларға бердік. Ал 150 гектар бойынша біздер қазір агрозонаның, яғни аукционын өткіздік, конкурсын өткізіп, қазір кәсіпкерлер анықталып шықты. Алдағы жаңа 2021 жылы сояқта теплицасы бар, ашық грунтта бар, яғни егін өнімдерін өндіріп, осы ауыл өзіміздің Қазақстанда жасалған деген сияқты өзіміздің жергілікті өнімдерімізді өндіру бағытында сондай жоспарларымызды қойып отырмыз. Енді жылдың аяғына дейін 1200 гектар жерді қамтитын теплицаны біз іске қосуымыз керек. Жеке кәсіпкерлер өздерінің жер телімдерін алып, осы біздің Батыр ауылында, Баянды ауылында, Қызылтөбеде қазір салынып жатқандар бар. Соларды біз қазір СВП дейтін маектің қасында ескі атаумен кеткен сол жерде де ауыл шаруашылық бағытта жер телімдеріміз бар. Сояқта да қазір жеке кәсіпкерлер жылыжай салу бағытында жоспарымыз жылдың аяғына дейін аяқтап, осы қыстың кезінде помидор, огурцымен қамту бағытында біз жасауымыз керек. Екінші бір бағытымыз туризмді дамыту бағытында да жоспарымыз бар. Қазір енді өздеріңіз көріп отырсыз, риксіз салынғаннан кейін үлкен қазір 4 жолақты жол Алауға дейін Ақтаудың бағытында қазір салынды. Енді Алаудан 2 шақырымнан кейін біздің Мұнайлының территориясы басталады. Аумағы бұл Қызылқұмды жағалап Саршаға дейінгі, яғни жолдар салынып жатыр. Жол салынады деген жоспар проекті бар. Енді алдағы болашақта оның қаржысы бөлінсе, жол салынса, енді бізде өзіміздің аумағымыздан өтетін 22 километрде жер теліміміз бар, яғни теңіз жағалауы. Біз сол бағытта да өзіміздің туризмді дамытқымыз келеді. Яғни ауыл шаруашылығына бас жоспарға өзгеріс енгізіп, ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлерді кәсіпкерлік мақсатқа қарай өзгертіп, инфраструктураларды жасақтап, болашақта бізде сол туризмді дамыту бағытында жасағымыз келеді. Жалпы болашағында жоспарларымыз осында. Енді ауыл шаруашылық мақсатында енді сұрақтар бар. Енді Маңғыстау облысында бірден бір ол мал азығы, яғни мәселесі бар. Екінші судың мәселесі бар. Енді көп шаруашылықтағы азаматтар қойып жатады сұрақтар. Біздің Боржақты дейтін жерімізде, сол жақта 40-қа жақын шаруашылық бар. Яғни түйе, жылқы малымен жұмыстарын. Қой жақта қазір 2 фонтан, ескі фонтан дейміз. Сол 2 ескі
фонтан қазір жұмысын жасап тұр, но дегенмен де ол шаруашылықта аздық етеді. Но қазір мына Маңғыстаумұнайгаз компаниясымен келіссөзіміз бар. Азаматтар сол фонтанды біз 1000 метрден су шығады. Енді ол жерде мына Қарақия ойпатында жалпы Маңғыстау бойынша енді егерде мына көнегөз ақсақалдарымыздың нелерімен қарасақ, бізде 8 көз бар. Бұл негізгі месторождение деп айтамыз. Мына Ұланағский месторождение бар, мына Қарақиянский месторождение деген сияқты. Сосын мына өзен жақта жасалған соның бірі қазір біздің Қарақия ойпатындағы. Сол сояқтан қазір 1000 метрге дейін тереңдікте, яғни судың көлемі фонтан болып шығатын. Соны қазырамыз ғой деген жоспарымыз. Болашақта осыны қазсақ, мына ауыл шаруашылық саласында дамыту. Оған қарамастан қазір мына ауыл шаруашылық басқармасы арқылы агробизнес 20-20 дейтін бағдарлама бар. Сол жерде яғни мал шаруашылықтандырын сумен субсидиялау бағытында көп шаруашылықтар қазір қаздырып алып жатыр. Қазір енді өткенде облыс әкімі Серікбай Өтелгенұлымен де тікелей эфирде сұхбат болған кезде Жәнібек Қожық дейтін ағамыз сұрақ қойды. Мына мал азығына байланысты Мұнайлы ауданының аумағында сол жаңа арпа еккен, арпа сонымен жоңышқаны егіп, жаңа экспериментальный ретінде егіп, өткен апта біздер сол облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Аманжолұлы бар, Қарақия ауданының әкімі, ауыл шаруашылық басқармасының басқаларымен бар. Сол жақта көріп, жаңа мал азығын дайындау бағытында нелерін көріп, егер де біздің мал азығымен айналысамын дейтін, мал бағам дейтін азаматтар сондай азықты өндіріп өз жерлерінде жаңағыдай субсидия арқылы құдықтарын қазырып, жаңағыдай өнімдерін өндіріп, өзінің қыстың кезінде малдарын сақтайтын болса, қол үлкен мүмкіндік бар. Сондықтан жаңа біздің ауыл шаруашылық басқармасы арқылы беріп жатқан субсидияны кең көлемде пайдаланған дұрыс қой деймін, шаруашылықтар. Жақсы, рахмет. Нұркамал Аязбаев ағамыз, белсенді желі қолданушысы, өзіңізге жеке сұрақ жолдапты. Генерал болуды армандамайтын солдат жоқ. Сіз облыс әкімі болуды армандайсыз ба дейді? Өзіңіз айтқанда генералды болғысы келмейтін адам енді ондай деп мен есептемеймін. Енді біз мемлекеттік қызметтегі азаматтармыз. Былай айтқанда солдатпыз, қай жаққа жібереді, сол жаққа барып қызмет етеміз. Қазақстан Республикасына қызмет етемін деген антымыз бар. Баян Изгалиева, құрметті әкім мырза, Ағеспе ауылы Өскінбай көшесі. Балаларға ойын алаң керек. Балаларды әкімшілік жаққа апарып ойнату қиындық туғызады. Соны да шешіп берсеңіздер. Жалпы Маңғыстау 1, 2, 3, 4, 5 осы ауылдарға ойын алаңдары керек дейді. Енді бұл мәселе жоғарыда жауап айтып өттіңіз. Әкім мырза өзіне ескертіп жазып алады деген ойдамын. Так, Жарқына Ерғалиева нақты сөйлеп отыр дейді. Рахмет. Гүлмира Амалбайқызы, Рахат Тезекбаевич керемет деген смайлик жолдапты. Мұхтар қызы Орынгүл, сәлеметсіз бе? 2006 жылдан бері жер кезегінде тұрып келеміз. Сол жерді қашан беріледі екен дейді. Енді сұрағыңызға рахмет. Жаңа айттым ғой, жер теліміне келетін болсақ, енді ауданда қазір 33 мыңға жақын кезекте тұрған азаматтар бар. Енді биыл біздер инфраструктураны 205, яғни неге тартуға тиістіміз. Соны кезең-кезеңмен беріледі. Егер де 2006 жыл ауыл әкімдігінде қай ауылға тұрдыңыз, кезекке сол ауылдан барып қарап, егер кезегіңіз келсе, сол кезекпен аласыздар. Мұхтар қызы Орынгүл, ауылымыз станция Маңғышлақтың үй арасындағы әрбір қуыстарында мусорларымыз көз бермей шашылып жатыр. Сол мусорларды уақытында жиналса дейміз. Өте лас деңгейде тұр дейді. Арасында да желі қолданушылардың дені, сұрақтарының дені осы қоқысқа қатысты. Дұрыс, өте орынды. Орынгүл қарындасымыздың қойып отқаны. Қазір бізде ауылдарда жалпы бәсекелестік ортаға берілгеннен кейін жеке компаниялар біз жыл сайын тендер өткіземіз ғой. Ауылдың ішін тазалығын сақтау, санитарияға. Сол кезде жаңағыдай компаниялар түседі. Барлық енді ол жерде мемлекеттік сатып алу, сату шартында нақты көрсетілген ережелері бар, соның деңгейінде қояды. Кейбір компаниялар бар, жаңағыдай көлігі жоқ, қызметкері жоқ, сондай компаниялар түсіп, қазір біздерге кедергі келтіріп жатыр. Оның бірі қазір станция Маңғышлақта, сосын Қызылтөбе ауылында. Қазір біз жалпы ауданда қазір 6 мекеме жұмыс жасап жатыр. 6-7 мекеме жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде қазір 2 ауылда қазір бізде проблема туындап тұр. Енді екінші біз абаттандыру, санитарияға біз қаржы бөлеміз. Сол орталық көшелердегі орталық. Ал үйден шығатын қоқысқа
яғни ауылдың тұрғындарының өздері келісім шартқа отырады. Қазір егер шатаспасам, Маңғыстау ауылында стандарт эко дейтін компания, сол қазір өзінің халықпен тікелей договор келісім шартқа отырып, яғни уақытында мерзімінде мусорын алмайды. Сондықтан барлығы әкімдікке келіп тиіп жатыр, шыны керек. Ол әкім қайда қарап отыр дейді барлық жерлерде. Ал халықпен келісім шартқа отырып қаржысын алып отқан сол компания. Қазір мен ауыл әкіміне де тапсырма берілді. Егер де енді уақытында алмайтын болса, мына қауымдастықты жинап, яғни біз аналардан бас тарту жөнінде, яғни хаттама толтырып шығартқызуымыз керек. И халыққа айтуымыз керек. Бұны жасамайтын компанияны біз шығарып, жасайтын компаниямен келісім шартқа. Былай айтқанда, тұтынушы мен ұсынушының арасында жасалған келісім шарттың негізінде пайдаланатын дүние, істелінетін. Ал кесірі әрине ауданның әкімі, ауылдың әкіміне келіп келеді. Енді біз одан жауапкершілікті біз өзімізден алып қашпаймыз, тазалаймыз. Қазір енді мына Маңғыстау жылу мекемесі бар, басқа да мекемелер арқылы тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірақ ол біз қашанға дейін ондай немен жүреміз? Бірақ біз халықтан өз қаржысын жинап алды ма, соның негізінде пайдалану керек. Ал кейбір тұрғындарымыз бар, яғни олардың уәжіне келіп халық ақша төлемейді деген. Енді оны мен біздер айтамыз, ол сіздің өзіңіз кірдіңіз ба, жасауға тиіссіңіз. Істей алмайсыңыз ба, онда босатуыңыз керек. Осындай қазір нелерімізді, талаптарымызды қойып отырық. Енді оның заңдылық жолы бар, заңсыздық жолдары бар. Ертең былай айтқанда өздеріңіз білесіз, сол мемлекеттік қызметкер ең бірінші таяқ жейді. Сондықтан қазір біз заңдылық бағытын дұрыстап қарап алуымыз, анықтауымыз керек, нақтылауымыз керек. Соның негізінде отырып, яғни құзырлы органдарға беріп, шарасын алуымыз керек. Желі қолданушысы өзінің ұсынысын жолдапты. 14-ші мектептен құйрық атаға дейін тротуарды жасалмай кеткен жерлерін қайта жөндеп кету керек. Балалардың жағдайын жақсарту мақсатында дейді. Ұсынысыңызға рахмет. Рус Ере деген желі қолданушысы Баянды ауылында орналасқан Құлшар шаруа қожалығынан 2017 жылдан бастап ірі қара түйе және жылқы малдарын өсірумен айналысамыз. Мал саны өскендіктен қазіргі отырған жеріміз мал өсіруге ыңғайсыз жетпейді, яғни тар дейді. Президенттік халыққа жолдауында ауыл шаруашылығын дамыту басты назарда. Осыған орай Мұнайлы ауданына қарасты 25 мың гектар жер игерусіз жатқан жерді заңды түрде ашық конкурс жариялап шаруаларға беру мәселесін шешу керек. Осы сұрақпен 2018-2019 жылдары Мұнайлы ауданының әкімі Елтизаров мырзаның қабылдауында бірнеше рет болдым. Уәде берді шешуге, бірақ өкінішке қарай сөз жүзінде қалып қойды. Бұл дегеніміз президент тапсырмасын орындамау деген сөз. Осы тікелей эфирді пайдаланып, кеш болса да осы сұрақтың шешімін табуға септігін тигізе ма деген ойым дейді. Оған не дейсіз? Сұрақ өте орынды. Мен Баянды ауылында халықпен кездесу кезінде де бұл азамат маған келіп сұрағын қойған. Жаңа Құлшар шаруашылығын дамыту бағытында біз 2019 жылы бір ғана аукцион өткіздік, конкурс өткіздік. Ауыл шаруашылық бағытында жерлердің жаңа критерияларын барлығын анықтап. Ол жерде 17 жер шықты. 17 жердің де ішінде заңдылықтарын барлығын артынан прокуратура келіп, ішінде заң бұзушылық болды деп, яғни азаматтар енді біреу жеңген адам жеңдім де болады, жеңілген адам арыз жазады ғой. Арыз жазғаннан кейін жаңа президентке дейін жазғандар болды. Президент әкімшілігіне дейін жазды. Президент әкімшілігінен нұсқаулық келді, облыс әкіміне, құзырлы органдардың бәрі қарап, яғни прокуратура қарап бізге ішінде мынандай талаптарын сақтамаған, мынандай болмаған деп бізге не шығарып берді. Артынан қазір сот органдарына жеңіп алған азаматтарға соттарға жүгініп өздерінің талаптарын не жасап жатыр, қаратқызып. Енді қазір биылға азаматқа айтатынымыз, қазір 54 жер телімін шығарып жатырмыз. 54 или 56 жер қазір аукционға шығады. Ауыл шаруашылық бағытта, Баянды бағытында да, жалпы Мұнайлы ауданының өзінің аумағында ауыл шаруашылық бағытта қай саласында келетін болса да, гектарлап қазір шығарып жатырмыз. Ең үлкен жерді Қарақияның үстінен шығару 4000 гектар жер шығарып жатырмыз. Пожалуйста, келсін. 25 мың гектар жер игерусіз жатыр. Осыны ашық бір конкурсқа бола ма? Біз соның қазір шығартқызып отырмыз. Нақты менде гектардың көлемі менде есімде жоқ. Жалпы 54 лот бойынша шығарамыз. 54 лот деген каждыйында жаңағында бір гектардан немесе біреуінде 500 гектар деген сияқты сондай. Сондықтан келсін, пожалуйста, қатысын, алсын конкурсқа. Рахмет. Желі қолданушысы өзінің сұрағына нақты жауап алды деген ойдамын. Айтып кетуге бола ма? Бізде қазір Мұнайлы
әкімдігінің сайты бар. Сол сайтқа Facebook, Instagram желілерінде шығады. Сол сайттан бағалап қарап отырыңыздар. Осы жақын арада шығарамыз. Сол конкурсқа қатысып, шаруашылық бағытта. Ал мен қазір уәде берді, приемда болдым, қабылдауда. Біз тағы да айтамын, біз мемлекеттік қызметкерміз. Мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін біз жаңағыдай аукционы кәсіпкерлік мақсаттағы жер аукционмен беріледі, ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлер конкурспен беріледі. Біз жер қатынастар туралы заңның негізінде шығарамыз. Сондықтан енді арада уақыт созылды, әрине ана жерде бізде бағалау, өлшету деген сияқты талаптар бар. Сол талаптардың бәрін сақтап, қазір алдағы уақытта шығарып, соны бергіміз келіп отыр. Сондықтан соған қатысып келіп алса. Бірақ та қазір ауыл шаруашылық мақсатында жерлерді қазір инвентаризация бойынша тағы да тапсырма берілді. Біздің қазір көптеген жерлеріміз бар, игерілмей жатыр. Азаматымыз дұрыс айтып отыр. Мысалы, жайлау деген шаруашылық бар. Ертеректе мысалы Түпқараған ауданымен бірлесіп отырған кезде алып қойған жерлер бар. Бірақ та өз пайдаланбайды да тұр оның балансында. Қазір сол түгендеу жұмыстарын кейін қарай сотқа беріп, яғни біз кейін қарай алып, осындай шаруашылықпен айналысамын дейтін азаматтарға беруге тиістіміз. Рахмет. Маусымжан Ғабдуллина есімді желі қолданушысы нақты әрі қысқа жауап берсе деп тілегін жолдапты. Мұхтар қызы Орынгүл, станция Маңғышлақтағы этаж 39-40 үйлердің сыртқы жақтарын қашан жөндеуден өтеді екен? Жаңбыр жауса үстімізге шіріп тұрған бетон тастары түсіп жатыр. Біздерге де салынып жатқан жаңа үйлерден бермейсіз бе? Ескі үйлерімізді жөндеп бермесе дейді. Жоқ, бізде қазір модернизация ЖКХ дейтін бағдарлама бар. 40 үйлер, кәш атаспасам, сол үйлердің проектный сметный документация жасақтаулы. Жаңа Орынгүл дейтін қарындасымызды жақсы білемін, ол белсенді азаматша, осы мына Facebook арқылы маған көп сұрақтарды қояды, жекемізге жазады, не жасап, соның барлығына жауаптарын беріп отырамыз. Бұл жерде модернизация ЖКХ дейтін бағдарлама бар. Естеріңізде болса, мына Ақтау қаласындағы екінші шағын аудан, бірінші шағын аудандардағы тұрғын үйлерді модернизациядан өткізді. Яғни бұл қайтарылымды қаржы, яғни тұтынушы ана жерде есептеліп шықты, проектный сметный документациясында көрсетілген қаржы бар. Сол қаржының негізінде, бірақ өзінің ана жердегі үйлер жекеменшік үйлер. Әр пәтер жеке тұрғын үй. Сол модернизация ЖКХ бойынша Қазақстанда үлкен бағдарлама. Сол бойынша жасақтап беруге қазір біз қаржыны сұратқызып қойдық. Қазір республикадан бөлінсе, сол арқылы жасақталады. Бұлай біз оларға қазір салынып жатқан үйден бөлек сізге үй береміз деп айта алмаймыз. Салынып жатқан үйлердің барлығы кезекте тұрған азаматтарға беріледі. Рахат Тезекбайұлы, Басқұдық елді мекенінің өзекті мәселелеріне көңіл бөліп шешімін тапсаңыз екен. Бұл біздің талап, су мәселесі, асфальт, тротуар дейді. Жаңа рахмет, талабыңызды орындаймыз. Енді әрине ол жомарттың қолын жоқ байлайды дейді ғой. Енді қаржы қалай бөлінеді, солай жасаймыз кезең-кезеңмен. Аудан әкімімізге Рахат Тезекбайұлына тек сәттілік тілейміз. Елдің ақ батасына бөлене беріңіз, халыққа жақын болыңыз, барлық жобаларыңыз Мұнайлы ауданымыз бойынша барлық жобаларыңыз іске аса берсін. Ауданымыздың экономикамыз көтеріліп, халықтың жағдайы жақсарсын. Алла қолдап қорғасын дейді. Әмин. Рахмет тілегіңізге, әмин. Жұмысыңызға сәттілік тілеп жатыр. Қарапайым кісі екен, бәріне нақты жауап беруде жарайсыз, әлі талай проблемаларды шешетін сияқты дейді. Желі қолданушылары бүгін белсенділік танытып жатыр. Рахмет сіздерге. Қарлығаш Айтбаевна, Басқұдықта салынған балалар алаңын деп жазғысы келген болар, алаңын дұрыс ұстамайды тұрғындар дейді. Сындырып кеткен барлығы жап жаңа заттарды дейді. Әрине енді бұл жалпы аудан тұрғындарына қатысты ғой, енді күтіп ұстау, баптап ұстау деген сияқты. Ауданға заманауи мәдениет үйі, театр салынады. Басқұдық ауылына да заманауи кең мәдениет үйі керек дейді. Бұнда жалпы жоспар бар ма? Рахмет, жалпы қазір Басқұдық атамекен ауылдарында біз библиотекасымен бірге аула клубының несін салып жатырмыз, мәдениет үйін. Енді Басқұдықтың өзінде қазір ол 200 орынға арналған. Енді Басқұдық ауылының өзінде қазір 32 мың халық тұрады, атамекенде 43 мың халық тұрады. Енді қазір Басқұдықтағы осыдан 17 жыл құрылыс жұмысы басталды, кезең-кезеңмен келатыр. Биыл енді толық қаржысы қазір облыстан қазір бөлінді. Осы жылдың аяғына дейін аяқтап,
іске қосуымыз керек. Енді әрине қоғам болғаннан кейін бұл жерде біз рухани орталық бізде болу керек. Ол мәдениет орталығы, руханият, әрқашанда ол екеуі бір-бірімен сабақтастық болмаса, біз мәдениеттілікті, ішкі мәдениеттілікті өзіміздің қалыптастыра алмаймыз. Қазақта сөз бар, қарапайымдылық пен мәдениеттілік адамның рухани байлығын көтереді. Рухани құндылық ол әрқашанда болу керек. Ол білім ошағынан басталады. Екінші мәдениеттен басталады. Сондықтан осы мәдениет қалыптасу керек. Жаңа қарындасымыз қойып жатыр ғой, жаңа балалар алаңдарын, осының барлығы мәдениетке келді. Мемлекет былай айтқанда салып істеп беріліп жатыр. Демеушіліктердің көмегімен салып беріліп жатыр, істеліп жатыр. Оны біз істеп жатырық деп біз бұлдамаймыз, бірақ та соны тұрғындарымыз дұрыс пайдаланса дейміз. Балаларымыз келіп, сонда қызықтап ойнаса дейміз. Сағат 10-ға дейін балдарымыз ойнап, онан кейін үлкен ер азаматтарымыз отырып, басқа ішімдікпен айналысып, ішкен бутылка нелерін далаға тастап кетпесе екен дейміз. Сол әлпеншекке келіп, үлкен кісілер отырмас екен дейміз. Сондықтан осының барлығын былайға айтқанда қоғам болып бірлесіп біз күресуіміз керек, бір-бірімізді тәрбиелеуіміз керек, айтуымыз керек. Біз кейде көріп тұрып айтпай кетіп жатамыз. Лақтырып бара жатқан мусорға, шашып бара жатқан, сындырып жатқан дүниені көріп тұрып үндемей кетеміз. Соны біз айтып, не жасап отырсақ, сонда ғана біз қоғам түзеледі ғой деп есептеймін. Рахмет. Рахмет. Манасхан Жүсіпбаев, жұмысыңызға сәттілік дейді. Мұхтар Орынгүл, жүргізуші қызым, бақытты болуар. Сіз өте сұрақтарымызды нақты оқып жатыр, қойған сұрақтарымыздың нақты нәтижесін алып жатырмыз. Алла разы болсын дейді. Сіздерге рахмет, белсенділік танытып, бүгінгі эфирімізге атсалысып жатқандарыңызға. Енді Рахат Тезекбайұлы, қорытындылайық. Жалпы осы 2019-2020 оқу жылында ауданда 907 түлек мектеп бітірді. Оның 364-і мемлекеттік грантқа ие болды. Осы жастарға ауданнан жұмыс табылып жатыр ма? Жалпы жұмыссыздық мәселесін Мұнайлы ауданы қалай шешіп жатыр, соған тоқталып өтсеңіз. Қазір енді Мұнайлы ауданында бізде ірі өндірістік компания жоқтың қасы. Былай айтқанда 2-3 ірі компаниялар бар. Бұл енді Шлюмберджи, Эмиройл компаниясы. Эмиройлда қазір мына кризистік периодқа байланысты оларда да қысқарту жұмыстары бар. Енді бізде ауданда орта және шағын бизнестің даму бағытында. Сосын мына жеке кәсіпкерлердің жұмыссыздықты дамыту. Енді ауданға халықтың санын көп шоғырлануы ол нені білдіреді? Яғни ауданда тұрақтылықтың бар деген сөз. Яғни көшіп келу, яғни жалпы облысымыздың ішіндегі ішкі иммиграция көп. Бейнеу ауданынан, оңтүстік Қазақстаннан мысалға көп көшіп келіп жатыр. Батырға, мысалы Бейнеу ауданынан көшіп, Жаңаөзеннен көшіп келіп жатқан азаматтар бар. Бұның барлығы нені білдіреді? Яғни ауданда тұрақтылық, ауданда жаңа жұмыс көзінің бар. Екінші, бұл Ақтау қаласының қасында орналасқан ауданы болғаннан кейін көбі осы Ақтау қаласына қатынап жұмыс жасау бағытында жасалды. Енді қазір бізге меже 3900 адамды жұмыспен қамту. Біз қазір өзіміздің былай айтқанда 80% азаматты жұмыспен қамту. Қазіргі таңда былай айтсақ, қазір Каспий теплицамыз бар, Каспий агро дейтін. Сонда қазір 40 адамды жұмыспен қабылдаймын деп теплицаға жұмыс жасайды. Яғни түскі асы сонда көлікпен келіп алып кетеді. Яғни орташа жалақысы 70 мың мен 80 мыңның ортасы. Қазір біз соған адам таба алмай отырмыз. Мына Жамалбек дейтін жем зауытымыз бар, қазір салынып жатқан. Яғни рабочий местоға. Қазір ода 50 адамды жұмыспен қамтимын. Қазір құрылыс жұмыстары, монтаж жұмыстарына 50 адамды жұмыспен қамту. Орташа жалақысы 100 мыңнан 120 мыңға дейінгі, 150 мыңға дейін қазіргі алып жатқан осы жергілікті азаматтар бар. Соған қазір азаматтар бармай жатыр. Барат, жұмыс жасамайды, кетіп, көбі кейін қарай кетіп қалып жатқанда. Не себепті? Енді білмеймін, ол жерде не себеп десе, жаңа енді жалақысы жаңағы айтқанымызда 100 мыңнан 120 мыңға дейін. Жамалбекте мысалы бүгін таңертең мысалы директормен сөйлесіп отырмыз. Не жасап, қазір осы жақтан шыққаннан кейін тағы да сол жаққа барамыз. Өйткені жылдың аяғына дейін көрінген заводты іске қосуымыз керек. Сол бағытта адам саны жетпесе, жаңағы айтып жатқан 80 пәтерлік тұрғын үйдің де өзінде құрылысшылар жұмыстар, азаматтар жетпей жатыр. Қазір егер жұмысқа келем дейтін болса, сол жерге қазір мен жұмыспен қамту өзім ертіп алып барып сол жерге договорын қолдарына ұстатқызып айналысуға дайынмын. Егер жұмыс жасай, маған келем, берсін, жасасын дейтін болса, істеймін дейтін азаматтар болса, осы қазір 3 жүйе. Сосын мына ауыл іштік санитарияға
қазір 30 адаммен жұмыспен қамту керек, 5, 6, 9 адамға дейін жұмыс жасап жүр. Мысалы, сол азаматтардың келсін жалақылары барлығы еңбек етемін дейтін адамдарға қазір бұл менің қана тек қана қазір мендегі бар ақпаратты айтып отырмын. Қаншама азаматтарымыз бар, жаңа дүкен ашып жатқан, эсто ашып жатқан азаматтар бар. Мысалы, жаңағыдай айтып жатқан теплица салып жатқан азаматтар бар. Егін шаруашылық кеше Қызылқұмдағы 9 гектар жерге помидор, огурцы помидор, қауын қарбыз еккен. Өткен жұмада демалыстармен барып қарап келдік. Айтады, адам жоқ дейді. Бізде қазір егістікке күніге 3,5-5 мың теңгеден ақша беремін дейді. Бір күнде беретін жинаған өнімді, біз шыққан өнімді жинауға адам таба алмай отырмыз. Міне осындай. Мысалға қазір Таушық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі енді түйе шаруашылығымен айналысады. Сәндібек дейтін азамат бар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Көп осы ауыл шаруашылық саласында үлкен жетістікке жеткізіп жүрген. Сол азаматтың өзі айтады, Рақат аға, маған семья бар ма, тұрғынмен келіп сауыншы болып жасайтын. Жаңа айтып отқан Боржақты жеріндегі де азамат 150 мыңға дейін зарплата береміз. Жаңа семьясымен келіп, жаңа түйе сау жұмыстарына жасайтын болса. Сондықтан жұмыс жасайын дейтін азаматтарға жұмыс бар. Ал үйде жатып алып, мен жұмыс жоқ дейтін нәрсені еңбектену керек деп есептеймін. Рахмет. Олжан Түлкібаева, ауданның көркеюіне өз үлесіңізді қосып жатқаныңызды көріп жүрміз дейді. Амантай Нұрғалиев, Қызылтөбе ауылында көп адам мал шаруашылығымен айналысып күнін көріп отырған адамдар бар. Үкіметтен жем шөп сұрамай дейді. Сол ауылда мал су ішетін фонтан жоқ. Неге ауылдан фонтан қазып бермеске? Сұрақты неге оқымайсыздар дейді. Құрметті желі қолданушысы Амантай Нұрғалиев мырза, егер сіздің сұрағыңызды көрмей жатсақ, кешірім сұраймын. Сұрағыңызды міне әкім мырзаға тікелей қойып отырмыз. Біздің негізгі мақсатымыз да сол. Ашық әкімдік жобасының негізгі міндеті, мақсаты осы желі қолданушылардың сұрағын тікелей әкімге қою. Енді осыған қатысты не айтасыз? Жоқ, рахмет. Мен осы ауданға әкім болып келген кезде Қызылтөбе ауылының белсенді көптеген ағаларымыз бар, үлкен кісілер. Сосын сол ауылда мал шаруашылығымен ұстап жүрген азаматтар бар. Мол жігіт дейтін ескі кезінде фонтан болған. Соның жалпы Қызылтөбенің айналасында уран карьермен екеуінің ортасында 9 көз бар. Кезінде геологический жұмыстар жүргізілген ғой. Фонтандардың судың көзін ашып, кейін қарай жапқан жерлер бар. Сол жерді біз қазып жасап беремін. Маған дейін енді жасақталған бір қазылған Маңғыстау мұнай-газ арқылы, жаңа басында айттым ғой, Маңғыстау мұнай-газ компаниясымен келісіміміз бар деп. Ауыл шаруашылық бағытындағы фонтан қазу ол жоспарымызда тұр. Қазір енді пандемияға байланысты қазір кішкене кешігіп жатырмыз. Жалпы жоспарымызда қазып береміз. Енді екінші жағы бар, бізде Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылық жері деген бөлек болады. Сосын мал жайылымдар жері деген бар. Мал жайылымдық жерлер бұл ауылдың тұрғын айналасындағы тұрып жатқан үйдегі бесон саулығы бар азаматтардың жайылып үйге келіп ұстап шығаратын. Оның определенный өзінің белгіленген территориясы бар. Сол аумақтан ары қарай несе. Екінші ол жаңа 10 саулықтан 10 түйеден ары қарай астыма оларға уже жаңағыдай бөлек шаруашылық ашып жасау. Жаңа айтқан Боржақты жерінде жасақтап жатқан жаңағыдай 40-60-қа жақын шаруашылық бар қазіргі. Солардың ескі фонтандан олар суларын ішіп не жасақтап отыр. Сол сияқты біз осындай көздерін қарауымыз керек. Егер әр ауылдың шетінен біз фонтан қасып не жасайтын болсақ, онда біз былайға айтқанда ауылдың айналасын ертең үлкен неге айналдырамыз. Сондықтан жаңа айтылған біздің 25 мыңға жақын жатқан ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді біз кең көлемде дамыту бағытында жасауымыз керек. Алуаш Онгарова, Рахат Тезекбайұлы, мұнайлы өте лас болып кетті, нәтиже жоқ. Түнде полицейлер дұрыс жұмыс жасамайды. Жастар түнімен қаңғиды. Неге шара қолданбасқа дейді. Рахмет Алуаш апамызға. Енді жаңа айттым, Маңғыстау ауылында, соның ішінде Маңғыстау мұнайлы ауылданың ішінде Маңғыстау ауылында қазіргі бізде проблема болып тұр. Жаңа стандарт мекеме бар. Соны шарасын алуымыз керек. Енді ол кісілер де қазір осы әлеуметтік желіні көріп отыр ғой деп есептеймін. Сондықтан тұрғындардан өтінемін, егер де мусорларыңызды алмады ма, бір көзден өздеріңіз бас тартып не жасауыңыз керек. Біз ол мекемемен сіздің араңыздағы келісім шартты әкімдік келіп бұза алмайды. Ол заңға қайшы. Егер де
біз онымен араласып жасайтын болсақ, ертең біздің үстімізден құзырлы органдарға жазып, бізге тәртіптік шара қолданылады, жалпы айтқанда. Ал былай нені қазір сіздер осы қоғам арқылы, әлеуметтік желіде көтеріп жатқан мәселе арқылы ертең қауымдастыққа, біздегі ардагерлер кеңесі бар, тағы ақсақалдар бар деген солармен бірлесе отырып, біз шараны қолдануымыз керек. Осы болашақта оны жасаймыз. Ал ішкі істер саласына келетін болсақ, енді қазір патрульный қызметкерлер жұмыс жасап жатыр. Қазір ауданда 150 бірлік қызметкеріміз бар. Енді ауыл-ауылға бөлгенде, былай айтқанда, оның ішінде отпускіге кеткен, больничный деген сияқты, былай айтқанда 100-110 адамдай қазір жұмыс жасап отыр. Сондықтан қазір енді біз министрлікке, басы департаментке кезінде ұсынысымызды бердік. Ішкі істер департаментіне жалпы халықтың санына қарай отырып, біз мұнайлы ауданда бөлімше емес, біз басқарма қылуымыз керек. Қазір орталықтандырған ЦОУ-дың құрғызу бойынша да жұмыстанып жатырмыз. Орталықтан камера қойып, қылмыстың деңгейін азайту бағытында, алдын алу бағытында. Оған қарамастан ішкі істер бөлімі қазір күн-түн демей жұмыстар жасалып жатыр. Қылмыстың қазір ашу деңгейі орташа немен жүргізіп отыр. Сондықтан қазір болашақта проблемаларымыз бар, оны жасырмаймыз. Ішкі істер саласында оны рет-ретімен, кезең-кезеңмен жолға қоямыз. Гүлмайса Кемелхан, мал шаруашылығымен айналысу үшін, жер алу үшін қандай құжаттар керек дейді? Жаңа айттым, қазір әлеуметтік желіде Facebook, Instagram, мұнайлы.gov сайтында барлығы шығады. Ішінде көрініп тұр, жер бөлімі деген бар. Сол сайты арқылы қарап не жасауға толық мүмкіндіктер бар. Рахат Тезекбайұлы, мен қарап отырсам, тікелей эфирде 1,5 сағат уақытқа жоқ тікелей эфирде екенбіз. Осымен бүгінгі хабарымызды түйіндейік. Желі қолданушыларының тағы да сұрақтар болып жатса, өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз. Мұнайлы әкімдігі парақшасы Instagram, Facebook желілерінде бар. Тағы да сол жерге сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар, өзіңіз қарап қадағалап отырасыз. Рахмет, міндетті түрде. Әлеуметтік желіде қойған сұрақтардың барлығын жұмыстан кейін кешкісін кешкі асты ішіп болғаннан кейін, ауданда аралап келгеннен кейін отырып қарап, соның барлығын түн-түнмен барлық бөлімдерге өзімнің орынбасарларыма соларға бөліп беріп отырамыз. Мынандай сұрақтар келіп жатыр, мынаны жедел шешу керек, мынау егер шешілетін болса шешілді деп айтыңдар, шешілмейтін болса кезең күттіретін айтыңдар. Өйткені біз шындықты айтуымыз керек. Егер де біз қазір міне қойды бүгін шешіп берем деп халықты алдайтын болсақ, шеше алмай қалсақ, ол өтірікші боламыз. Сондықтан шын деп айтуым, барды бар деп айтуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Рахат Тезекбайұлы, уақытыңызды бөліп бүгінгі хабарымызға келгеніңізге рахмет айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз, абыройыңыз арта берсін. Рахмет. Құрметті желі қолданушылары, бүгінгі тікелей эфирімізге атсалысып, өзіңіздің сұрақтарыңызды жолдағандарыңыз үшін сіздерге де рахмет айтамын.